Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Жақсы Жақсы көңіл күймен сабағымызды бастайық. Мен Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Қапалова Гүлшат Аманбайқызы. Қазақ тілі сабағы бастаймыз. Сабағымызда мына жұмбақты шешуден бастап көрейік. Қабат-қабат қатталған, асыл сөзбен апталған, парағы бар сөйлейтін, ол қазына өлмейтін. Бұл жұмбақтың шешуі не деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар балалар. Бұл кітаптың шешуі кітап екен. Өте дұрыс айттыңдар. Ендеше осы кітап сөзін жекеше түрде тәуелдеп жіберейік. Асқар, тәуелдеп жіберші. Менің кітабым, сенің кітабың, сіздің кітабыңыз, оның кітабы. Өте жақсы балалар. Ендеше тексерейік. Жақсы балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есімнің тәуелденуіне байланысты тапсырмалар орындаймыз. Сабағымыздың мақсаты тәуелдік жалғауларының қолданысын білеміз. Мәтінмен жұмыс жасап көрейік. Осы жаттығуға назар аударайық. Қазақ ою өрнегі өте ертеде пайда болған. Оның мазмұны, өрнектері әртүрлі болып келеді. Негізінен олар өсімдік, жан-жануар, адам өмірі мен ғарыштық ғаламды бейнелеуден тұрады. Соның ішінде жан-жануарды өрнектейтін оюлар көптеп кездеседі. Олар ежелгі қазақ мәдениетінен, көшпенділер өмірінен сыр шертеді. Әр өрнекке өзінің сипатына қарай атау берілген. Мүйізді қойға ұқсайтын өрнек қошқар мүйіз деп аталады. Түйе табан оюы өзінің аты айтып тұрғандай, түйенің табанын бейнелейді. Түйені көргендерің болса, оның ізіне қарап, көз жеткізуге болады. Осы мәтінде не туралы айтылып тұр балалар? Ою туралы. Жақсы, жарайсыңдар. Ендеше бірінші тапсырмада осы мәтінге байланысты төмендегі дескриптор арқылы тапсырманы орындаймыз. Төмендегі тақырыптардың қайсысы осы мәтіннің мазмұнына сәйкес келетінін тауып көрейік. Қазақ ою өрнегінің. Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы. Оқыған мәтініміздегі тақырыптар, төмендегі тақырыптар қазақ ою өрнегінің тарихы деген тақырыпқа сәйкес келеді екен. Ендеше осы бірінші тапсырмада біз оқыған мәтіндегі тақырыптардың сәйкестігін дұрыс тапсақ, өзімізді сиқырлы таяқшалар арқылы бағалап жіберейік. Қане? Жақсы, Жансуан, Айерке, Жанали жақсы. Осы мәтін бойынша екінші тапсырманы дәптерге орындаймыз. Өрнек сөзін жекеше көпше түрде тәуелдеп жазамыз. Қане, кім тәуелдеді? Өрнек сөзін жекеше көпше түрде кім тәуелдеді? Менің өрнегім, сенің өрнегің, сіздің өрнегіңіз, оның өрнегі. Өте жақсы. Көпше түрде кім тәуелдеп жібереді? Асқар? Көпше түрін? Біздің өрнегіміз, сендердің өрнектеріңіз. Өте жақсы. Сіздердің өрнектеріңіз. Дұрыс. Сіздердің өрнектеріңіз. Олардың өрнектері. Олардың өрнектері. Міне осы тапсырманы тура осылай дұрыс орындасаңдар, сиқырлы таяқшалармен өздеріңді бағалап жіберейік. Міне өздерің жақсы орындапсыңдар, жарайсыңдар. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырманы балалар ауызша орындаймыз. Жұмбақты оқып шешуін табамыз. Осы жұмбақты маған тез Асқар оқып жіберші. 32-ші беттегі 49-ші жаттығуды оқып жіберші. Тарағым бар, таранбаймын, орағым бар, ора алмаймын, сақалым бар. Ал бірақ менің ақсақал бола алмаймын.
Бұл жұмбақтың шешуі қалай болады екен? Кім шешіп береді? Қораз. Өте жақсы. Ендеше осы жұмбақтағы тәуелденіп тұрған сөздерді табайық. Жақсы Асқар, тарағым, одан кейін орағым, жақсы. Орағым. Одан кейін сақалым, өте жақсы. Енді осы айтылған сөздерді бірінші, екінші, үшінші жақта тәуелдеп жіберейік. Зарина, тарағым деген сөз тәуелдеші. Менің тарағым, сіздің тарағыңыз, оның тарағы, Жақсы. тарағы. Орағым деген сөзді тәуелдеп жібереді Алихан. Менің орағым, оның орағы, сіздің орағыңыз. Жанали, сақалым деген сөз тәуелдейміз. Менің сақалым, сенің сақалың, сіздің сақалыңыз, оның сақалы. Өте жақсы. Осы тапсырманы сендер өте жақсы орындадыңдар балар. Енді өзімізді тексеріп көрейік. Міне, жаңағы айтылған сөздер бірінші, екінші, үшінші жақта жекеше және көпше түрде осылай тәуелденеді екен. Жарайсыңдар. Осылай тәуелдесеңдер, сиқырлы таяқшалар арқылы бағалап жіберейік. Қане Жансуан, өзіңді бағалап жібер. Өте жақсы. Зарина, жарайсың. Бүгінгі сабағымызды дұрыс, бұрыс әдісі бойынша қорытындылап жіберейік. Сөйлемдер оқимын. Сол сөйлемдер дұрыс болса, тек қана бір ғана жауап айтасыңдар, дұрыс деп. Бұрыс болса, бұрыс деп жауабын айтасыңдар. Бүгінгі сабақты қорытып жіберейік. Зат есім, сан есім, сөз таптары. Дұрыс. Дұрыс, жарайсыңдар. Зат есімнің сұрақтары қанша, неше? Дұрыс, өте жақсы. Заттың келесі. Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін қосымшаларды тәуелдік жалғауы дейміз. Дұрыс. Өте жақсы. Төртінші, добым, кітабым үшінші жақта тәуелденіп тұр. Дұрыс. Жоқ, тыңдаймыз. Добым, кітабым үшінші жақта тәуелденіп тұр. Зат есім үш жақта тәуелденеді. Дұрыс. Дұрыс. Өте жақсы балар. Жарайсыңдар. Өздеріңді желкенді кеме арқылы бағалайсыңдар. Өте жақсы. Жансуанға сабақ түсінікті болыпты. Жарайсыңдар балар. Өте жақсы. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды балар. Үйге тапсырма 32-ші беттегі 50-ші жаттығуды берілгені бойынша орындаймыз. Яғни осы шыққан ағаш түрлерін зат есімнің тәуелденуіне байланысты орындаймыз. Осы ағаш түрлерін тәуелдеп жазасыңдар. Жақсы балар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.